курткаларын кигізіп жібердік мысалы. Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар, үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекский кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оның жаңағы сөйлеп отқан әйел сол нанын жеді. Ол нанды бала шағасы жеді. Сонда қайтарымыз осы сөз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтеріп дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап отқан отастығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе білді осы айтқан. Сөз құдіреті деген дүниеге тағы да таңғалып отырмын достар. Кімге ниетлейсіз, қандай ниетте айтасыз, сол өз басыңызға оралады екен. Мына шығарып жатқан кино бүкіл ел болып талқылап жатыр. Жақсы айтып жатқандардың саны көп. Бір-екі негатив айтқан адамдардың сөзіне еріп кетіп жатқандар да бар. Ол киноны көрсе де көрмесе де, иә. Сондықтан да айтылып жатқан әннің өзі бірден хит болып кетіп жатыр. Әндердің өзі. Ол да тұнып тұрған бақ. Мінекей, бұл кинода айтып жатқан әндерім де, жасап жатқан әрекеттерінің барлығы бақ болып басына қонып жатыр. Баққа ешкім таласа алмайды. Жоғардан келген бақ ол. Сондықтан сол келген бағымды көре алмай жатқан жандар ғой сөйлеп жатқан. Аллаға сан шүкір деймін, баршаңызға рахмет. Жаңағы әнді тағы тыңдап өтіңіздерші. Өте әдемі айтылған сөздер, әдемі тілектер. Бәріне тілекшімін, бәрі жақсы болсын. Осыған дейінгі сторисінде бақ туралы айтқан екенмін, сөз құдіреті туралы айтқан екенмін. Осы уақытқа дейін, осы киномен аралап жүрген уақытта бәріңе тілеп өтем бақты, керемет, ғажап, шақты өтсінші күндер тәтті деген, бәріңе тілекшімін деген әнді айтып жүріп, ән орындап тұрымда сөз құдіреті қандай деймін ғой, сен кімге не тілейсің, сол өзіңе оралады деген дүниеге тағы да көзім жетіп таң қалдым. Сонда жақсы сөз сөйлесең өзіңе еселеніп келеді екен ғой. Міне, тағы бір көзім жеткен дүние. Сондықтан да жақсы сөйлеп, жақсы ойлап жүрген жандар бәрібір түбі жақсы болатынына сеніңіздер. Ал енді жаңа айтып отырмын, кинода әнде барлығы маған бақ болып келіп жатыр. Бақты ешкімнен тартып ала алмайды. Егер біреуге бақ қонбай жатса. Әзіл әлемінде жүрген кезде, бастапқы кезде, егер байқасаңыздар, тоже шындық, енді шын айтайын, Қайраттың монологтары сәтсіз болды. Өткен жоқ, күлкілі болған жоқ. Ол жерде сіз Қайрат үшін барған жоқсыз әзіл әлеміне. Мен точно білемін, ол кезеңде. Ол жерде бағы жанған кім білесіз бе? Тұрсынбек енді әрине, ол ұйымдастырушы, Қанаттың бағы жанды ол жерде. Автоматпен шыққан, аузымен автоматты салып. Міне сол кезде действительно бум болды да. Қанат сол кезде Қанат Әлжаппаров болып автомат деп шықты. А Қайрат ондай болған жоқ ол жерде. Кішкене бір сенімсіздік болды ол кезде. Сосын телевидениеға кіріп, арғарай тағы да кино, проекттер болған кезде ғана Қайрат өзін кәдімгідей уже юморист ретінде, актер ретінде сенімдірек сезіне бастады. Міне осындай шындық.